Әлеуметтік желілерде Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы ауылдық округ әкімі Майра Жәкімсалованың сұхбатының үзіндісі тарап жатыр. Желіде жарияланған видео үзіндіде әкім мен журналист 500 гектар жер жетпейтіні туралы мәселені талқылап жатқаны көрінеді. Бұл қалай анықталды деп сұраған журналист, халық жүгінді, бұл қалай анықталды, бұл қалай анықталғанын қайдан білейін деп жауап берген әкім. 500 гектар жер жетпеді деп тұрсыз ғой деп жалғастырды журналист. Сұрақ қойма, мен жауап беремін болды. Келістік пе? Бірінші рет сұхбат беріп тұрмын деп жауап берген әкім. Әлеуметтік желі қолданушылар арасында пікір екіге бөлінген. Кейбіреулер әкімнің шынайылығы мен эмоциясын әзілмен қабылдаса, енді біреулер округ басшысы сұхбат бере алуы әрі тілшілермен сөйлескенде эмоцияға жол бермеу керек екенін жеткізген. Майра Жәкімсалова видеоны блогер, оқушысы әрі әріптесі Тимур Жұманов жариялағанын айтты. Ол келіп ескертпей жұмыс барысын түсірді, монтажын жасады, жариялады, пиар жасауды ұйғарды. Бұл сұраққа шынында да дайын емес едім. Бұл дұрыс істемеді, бірақ мен үшін бұл сабақ болды деп түсіндірді ол. Округ басшысы бұл жағдайға байланысты қатты алаңдайтынын мойындады. 2 күн жыладым, өз халқыма адал қызмет етемін, кейде денсаулығыма да қарамаймын. Оны жұмысым көрсетеді. Алайда әлеуметтік желілерде лауазымды сатып алғанымды біреудің қызы деп жазатындар бар, бірақ мен қарапайым отбасынан шыққанмын. Сұхбат үзіндісіне келетін болсақ, жайылым жер қатынастары бөлімінің құзыретіне жатады. Қалай болғанда да өзімді ақтамаймын деп қорытындылады Жәкімсалова.